Армысыздар ағайын, өздеріңізбен бірге Жетісу облыстық қоғамдық саяси әлеуметтік экономикалық Жетісу газеті және өткен аптадағы елді елең еткізген негізгі жаңалықтарға шолу жасайтын мен Рүстем Жанболатұлы. Сонымен өткен аптада әріптестеріміздің назарына не ілікті? Апта қандай жаңалықтармен есте қалды? Бірге шолып өтейік. Шолуымызды сейсенбілік нөмірден бастайық. Мамырдағы ыстық шілде қалай болар екен деген алаңдаушылық туғызып тұр. Осылай жалғаса берсе, жаз айларында құрғақшылық болып, егін алқаптары су тапшылығын сезініп қалмай ма? Несібесін қырдан теріп жүрген әрбір диқанды ойландыратын сұрақ. Дегенмен де су ресурстар және ирригация вице-министрі Ерболат Ыбырайханов алаңдауға негіз жоқ дейді. Биыл ведомство Орталық Азия елдерімен келіссөздер жүргізіп, нәтижесінде суару маусымында Сырдария өзені арқылы елімізде 3,7 миллиард текше метр су келмек. Шу және Талас өзендерімен 600 миллион текше метрден аса су жеткізіледі. Ал Қазсушар кәсіпорны еліміздің 7 аумағында жалпы ұзындығы 2011 шақырым болатын каналдарды механикалық жолмен тазартуға кірісті. Жетісу облысында да бұл жұмыстар жүргізілуде. Қазсушар филиалдары 12,7 миллиард текше метр су жеткізу үшін қазіргі таңда диқандармен 11.700 шарт жасады. Су мәселесі жайлы толық мағлұматты Айгүл Байжұманқызының су тапшылығы болмайды атты мақаласынан оқып біле аласыздар. Осыдан 13 жыл бұрын Панфилов ауданына қарасты Сарбел ауылында күніне 100 адам қабылдайтын жаңа амбулатория салынып, пайдалануға берілген болатын. Құрылыс жұмыстары талап деңгейінде атқарылмағандықтан медициналық мекеме ғимараты 11 жыл өткенде апатты жағдайға ұшырады. Өткен жылдың аяғында Жетісу Қазқұрылыс сервис жеке шектеулі серіктестігі күрделі жөндеу жұмыстарын өз қолдарына алып, айналасы жарты жылда Сарбел ауылдық амбулатория ғимаратын жаңартып, қалпына келтірілді. Үшаралы ауылындағы амбулатория ғимаратына да осы серіктестік өткен жылдың қараша айында күрделі жөндеу жұмыстарын бастаған. Күрделі жөндеу жұмыстарына бөлінген 424 миллион теңгені тиімді игеріп, ауыл амбулаториясының ғимараты жаңартылды. Сарбел, Үшаралы ауылдарындағы дәрігерлік амбулаторияның тыныс тіршілік жайлы Мырзағали Нұрсейіттің «Қос ауылдың қуанышы» атты мақаласынан оқыңыздар. Талдықорғандағы балабақшаларға ваучерлік қаржыландырудың пилоттық жобасы енгізіледі. Бұл жоба мектепке дейінгі ұйымдардың қолжетімділігі мен сапасын арттыруға бағытталған. Ваучерлік қаржыландыру жүйесі балабақшаларға алғаш рет пилоттық режимде енгізіліп отыр. Басты мақсаты ата-аналарға өз баласына балабақша таңдауда еркіндік беру және жеке ұйымдар арасындағы бәсекелестікті арттыру арқылы қызмет сапасын жақсарту. Қаржы ваучері бұл мемлекет тарапынан ата-аналарға берілетін шартты сертификат. Ол арқылы ата-ана өз баласын қалаған балабақшаға орналастыра алады. Бұл ваучер нақты ақшалай берілмейді, тек таңдалған балабақшаға мемлекеттік бюджеттен төлем жасауға мүмкіндік береді дейді облыстық білім басқармасының мектепке дейінгі білім беру бөлімінің басшысы Жұлдыз Мырзаханова. Жаңа жүйе қашан, қалай жүзеге асады? Медет Жұмабай жаңа жүйе енгізілді атты мақаласында тарқатып айтады. Талдықорған қаласында халықаралық медбикелер күніне орай салтанатты іс-шара өтті. Бүгінде елімізде 200 мыңға жуық орта буын медицина қызметкері бар. Оның 80% мердігер болып жұмыс істейді. Ал ауылдық жерлерде шамамен 55 мың маман еңбек етуде. Медбикелердің кәсіби мерекесінде Жетісу өңірінің 5 медицина қызметкері Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрінің құрмет грамотасымен, тағы 5-еуі алғыс хатпен марапатталды. Сонымен қатар үздік акушер, стационардың үздік медбикесі, бастапқы медициналық санитарлық көмек көрсету ұйымының үздік медбикесі және үздік фельдшер номинациясы бойынша жеңімпаздар анықталды. Толығырақ Медет Жұмабайдың «Мейірімді жандар» мерекесі атты мақаласынан оқыңыздар. Бұқаралық спортты дамытуға Панфилов ауданында ерекше көңіл бөлініп келеді. Жақында Жаркент қаласында жабық жүзу бассейні ел игілігіне берілді. Самат жүзу орталығы деп аталатын жаңа нысанды кәсіпкер Абай Жұрқабеков өз қаражатына салдырыпты. Келешекте балаларымыз биіктерді бағындыру үшін барлық талапқа сай ыңғайлы әрі қолайлы жүзу орталығын салуды жөн көрдік дейді жабық орталықты салған кәсіпкер. Жалпы көлемі 2000 шаршы метрге жүзу орталығында 40 адам жұмыс істейді. Күніне
70 адамды қабылдайтын жүзу орталығында мүмкіндігі шектеулі балалардың қозғалыс қимылдарын жаттықтыратын мүмкіндіктер де бар. Ақылы қызмет көрсететін орталықта әлеуметтік әлсіз топқа жататын отбасының мүшелеріне жеңілдік қарастырылған. Аудан көлеміндегі бұқаралық спортты дамытуға байланысты атқарылып жатқан басқа да игі шаралар жайында әріптесіміз Мырзағали Нұрсейіт жүзу бассейні ашылдатты мақаласында толық мағлұмат береді. Көлтабан ауылында жаңадан 120 орында мектеп салынып жатыр. Мұның алдындағы білім шаңырағы 1978 жылы тұрғызылған еді. Содан бері ескі мектеп жамап жасқанып келеді. Көне оқу орны заман талабына сай емес. Жиын-жай, асхана, спорт зал жоқ. Балалар сыймағандықтан 2 маусыммен оқитын. Жақында облыс басшысы Бейбіт Исабаев арнайы барып көріп, оқу бағдарламасын 11 жылдыққа алмастырып, оқу ордасын орта мектепке ауыстыру жайлы тапсырма берді. Бүгінде құрылысшылар ғимаратпен қатар ауладағы волейбол, футбол алаңдарында бір мезгілде жасап жатыр. Тоғы жолдың торабындағы ауылдың тыныс тіршілігі жайлы Гүлжан Тұрсын келешегі кемел Көлтабан атты мақаласында тарқатып айтады. Сенбілік нөмірдің негізгі тақырыптарына тоқтала кетейік. Елімізде алғаш рет ұйымдастырылып отырған халықаралық инклюзивті этнокөрме Талдықорған қаласындағы Атамекен кәсіпкерлер палатасында өтті. Мақсат инклюзивті шеберлердің шығармашылық жетістіктерін паш етумен қатар тәжірибе алмасу, кәсіби шеберлікті арттыру, бәсекеге қабілеттілікті дамыту, мемлекеттер арасындағы сауда-экономикалық және мәдени байланыстарды нығайту. Шара барысында Ресей Федерациясының Зайбайкалья өңірі мен Саратов қалаларынан, Түркияның Анталия қаласынан, Өзбекстанның Ташкент, Наманган және өзге де аймақтарынан, сондай-ақ Қазақстанның түпкір-түпкірінен келген шеберлердің қолдан жасалған өнімдері көпшілік назарына ұсынылды. Қатысушылар қатарында мүмкіндігі шектеулі жандар да болды. Олар этностильде тігілген киімдер мен бас киімдер, сөмкелер, басқа да заттар жиналғандарды назарына ұсынды. Көрші-елдермен алыс-берісті, барыс-келісті нығайтуға себепші болған көрменің жұмысы жайында Айгүл Байбосынованың жаңа мүмкіндіктерді паш етті атты мақаласынан оқыңыздар. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Әлбек Жақанбаев Кербұлақ ауданына арнайы сапармен барды. Салынып жатқан нысандарды аралап, мардымсыз жұмыс істеп жатқан мердігерлерді сынға алып, қатаң талап қойды. Биылда ауданда жыл соңына дейін 400 отбасы үй берілуі тиіс болған. Сонымен қатар 20 медициналық нысан қолданысқа берілу керек. Өкінішке қарай құрылыс қарқыны баяу. Мысалы, Сарбұлақ ауылдық округіне қарасты Қарағаш ауылындағы дәрігерлік амбулаторияның құрылысында 6 адам ғана еңбек етуде. Қарашоқ ауылындағы салынып жатқан фельдшерлік акушерлік пункттің жұмысы жоспарынан да, межелі уақытынан да кешігіп жатыр. Ал Сарыөзек кентінде 1 маусымда 60 пәтерлі тұрғын үй құрылысы толық аяқталып, баспана кілті табыс етілуі керек. Үлгерім қалай? Қазіргі уақытта Кербұлақ ауданында 28 тұрғын үй апатты деп танылған, яғни 96 шаңырақ тозығы жеткен баспанада өмір сүруге мәжбүр. Бұл мәселе қалай шешіледі? Осы және басқа да құрылыс саласына байланысты сұрақтардың жауабын Медет Жұмабайдың «Құрылысшылар аз, қарқын баяу» атты мақаласынан оқып біле аласыздар. Несиеге етчесең, сүйегі қарныңды жарат депті банктың не екенін білмеген бабаларымыз. Нарық келіп, қарық қылады деп, несібеміз еселенеді деп, несиеден үміт еткендер, несібемді жеп жатыр. Қарық болмадық, басымыз жарық болды деп жүр. Соңғы уақытта банк жүйесі тек ақшалай емес, карточка аштырып, киім мен азық-түлікті несиеге алатындай жағдайға жасап отыр. Қай банктың болмасын жарнамасын оқысаңыз, бәрі де шетінен халыққа жанашыған болып көрінеді. Мәселен, сіз үшін тағын ести аламыз деген Каспий банк жарнамасын алайық. Құдды бір қайтарымсыз ақша беретіндей, кәдөгілігдей ойлантып тастайды. Банктерді аралап табаныңды тоздырдың ба? Арманыңды бізге тапсырыңыз дейтін жарнамалар да бар. Сыпыра жақын сұм-құрбат мақтамен алды мазамды деп Абай атамыз айтқандай, құр мазаны алу екенін шөміштеп алып, шелектеп қайтаратынымызды білсек те, өтірігін емес, ебіне сеніп қаламыз. Осының астарында қаржылық сауатсыздық жатқанын мән бермейміз. Әріптесіміз Сәрби Айтенова қаржы саласы мамандарының пікірімен бөліскен. Көп жағдайда несиені не үшін алатынымызды талдаған банк қайырымдық қоры емес атты мақаласында біз біреуге
ақыл айтудан аулақпыз. Дегенмен алған несиені еселеп қайтарып, әбігерге түскенше өзіңіздің отбасылық қарызыңызды үнемдеп өмір сүрген дұрыс па дейсің. Ал бұған сіз не дейсіз, көзі қарақты оқырман? Деп өзіңізге сауал жолдап қояды. Өткен аптаның негізгі жаңалықтары осындай болды. Газеттен басқа да танымдық тағылымдық ақпараттық материалдармен жетісу.kz сайты арқылы да таныса аласыздар. Аман, сау болыңыздар.